Жақсы адам болғың келсе, алдымен ойыңды өзгерт, жақсылық жаса. Қиыншылықтың бәріне шыдау керек, себебі бұл өмір қайғысы мен қуанышы қатар жүреді. Сөз сүйектен өтпесе, таяқ та көмектеспейді. Адамның айбыны бетіне басудан сақтаныңдар. Аллах берген ең үлкен сыйлық бүгін ұйқыдан тұрған кезіміз. Ояндың ба, шүкір ет. Расында әрбір қиындықтан соң жеңілдік бар. Әйеліңді тәрбиелегенің, әлеміңді тәрбиелегенің. Еркегіңді бағалағаның, ертеңіңді бағалағаның. Ешқашан өткенге оралма, ол сенің қымбат уақытыңды өлтіреді. Оқиғалар қайталанбайды, адамдар өзгермейді. Ешқашан ешкімді күтпе. Бір орында тұрма. Тек алға қарай жүр, артқа қарама. Сені керек ететін адам өзі қуып жетіп алады. Адам туралы оның досына қарап бағалаңдар. Өйткені адам өзіне ұқсайтын адамдарды ғана дос тұтады. Өткенді көп айтатындар бүгінге айтары жоқтар. Нені пайдалы, нені пайдасыз екенін ұмытпа, өз абыройыңды төкпе. Әйеліңе күлімдеп қараған еркектің амал дәптерінен бір құл азат еткенде сауап жазылады. Қайсы бір әйел жан тапсырып, тірі кезінде күйеуін оған разы болған болса, әйел жаннатқа кіреді. Бақытты болғың келсе, өткенді ұмытуға тура келеді. Қолыңнан келгенін жаса, қалғанын Аллаға тапсыр. Әрқашан екінші мүмкіндік бар, бірақ оны дұрыстап пайдалану керек. Бақ алдымен адамның аяғына қонады. Аяғын түзу алып жүрген адамның беліне қонады. Белін бұлғамаған адамның кеудесіне қонады. Кеудесін көтермеген адамның маңдайына қонады. Маңдайындағы бақты бағалай білген адамның басында бақ мәңгілік қалады. Адамзат бүгін адам, ертең топырақ. Бүгінгі өмір жалқылдап алдар бірақ. Ертең өзің қайдасың, білемісің? Өлмек үшін толғансың, ойлан шырақ. Ақлың, ойың, санаң бар, жып-жылы төсек, панаң бар. Еш себебің жоқ алаңдар, жаныңда әкең бар, анаң бар. Құдіреті шексіз Аллаға шүкір етіңдер адамдар. Бүгін таңертең ерте Алла тағала берген екі сыйлықты қуана аштым. Бірі оң көзім, екіншісі сол көзім. Альхамдулилля. Әрбір ақылы бар адамға иман парыз, ал иманы бар адамға ғибадат парыз. Я Аллахым, қиыншылық келсе сабыр мен төзім бер. Бақыт берсең бағалауды қосып бер. Бір өзіңді ұмытпаған пендеңнің жүрегіне иман нұрын төгіп бер. Мұсылман өзгеге қолымен де, тілімен де жәбір көрсетпейтін жан. Жаманмен жолдас болсаңыз, көрінгенге күлкі етер. Жақсымен жолдас болсаңыз, айырмасқа серт етер. Әйелдер байларды жақсы көреді деген аңызды әлсіз еркектер ойлап тапқан. Шынында әйелдер бай емес, мықты. Бұл өмірде бірденеге қол жеткізген еркектерді жақсы көреді. Әйелдің жалғыз жетістігі ол дақ түспеген ара. Білімді болуға оқу керек, бай болуға кәсіп керек, күшті болуға
Бірлік керек. Осы керектің жолында жұмыс істеу керек. Сен өткенді қайтара алмайсың, бірақ сені оны қайталамауға мүмкіндік бар. Қанша жерден сөзге шешен болғанменен дауға жалғыз қойма. Қанша жерден батыр болғанменен жауға қарсы жалғыз өзін қойма. Оң қолың берген садақаны сол қолың көрмесін. 7 жағдайда сөз қозғама. Кедейдің қасында дүниең туралы, науқастың алдында деніңнің саулығы туралы, әлсіздің алдында күш-қуатың жайлы. Жолы болмай жүрген кісінің алдында бақытты екенің жайлы, түрмедегі кісінің алдында бостандығың туралы, бедеу кісінің алдында балаларың туралы, жетімнің алдында әке-шешең туралы. Бастамақшы болған жұмысыңызды 1 жылдан соң қазір бастамағаныңыз үшін өкінетін боласыз. Ұлы іс істеудің жалғыз жолы істейтін нәрсеңді сүю. Өзіңнің жылы лебізіңмен сыйлата білмесең, құр қаталдықтан түк шықпайды. Көз жыласа жас тамады, кебеді, жан жыласа қайғы мұң кереді. Уа досым-ау, жылатпағын ешкімді, жылатудың керегі жоқ керегі. Жылатудың керегі жоқ. Себебі жаратушы сұрағанға береді. Түбінде бір әділдігі жеңеді. Сен жасаған, істегенің өзіңе бәрі шыр айналып келеді. Біреуге көмектесу үшін мықты және бай болуың маңызды емес, мейірімді болуың жеткілікті. Ұйқыны жақсы көріп, намазға тұрмай жүрген күнің өтер. Бірақ бір күні келеді, ұйқыны қойып, тұрып намаз оқығың келеді. Бірақ кеш. Бір жапырақ түссе де, Аллах оны біледі. Дұғаға көтермеген қолдан бақыт тілеме. Сәждеге тимеген бастан ақыл сұрама. Алланы сүймеген жүректен махаббат күтпе. Барлық әлем саған қарсы сияқты көрінген кезде ұшақтың желге қарсы ұшқанын ұмытпа.